Саламатсыздар, менің каналыма қош келдіңіз. Лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мысалға, сіздермен бүгін бір фишкамен бөліскім келіп отыр. 165-ті теріп телефонды шақыртқыңыз келсе, ол платно. Лучше тегін мына сайтқа кіріп, Қазақтелекомның. Мен айтқаным бойынша істесеңіздер, сіздерге тегін обслуживание жасайды. То есть сіз 165-пен звондап әуре болып отпайсыз. Қазақтелекомның жанында WhatsApp деген номер бар. Соны бас через WhatsAppқа түсесіз, через компьютер бәрін жазып жіберсеңіз болады. Осылай сізге автоматически бот жауап беріп отырады. Екіні таңда дейді, бірді таңда дейді. Сол бойынша таңдап отырасыз. Сосын сізге жаңағыдай әр сұрағыңызға жауап жазуды сұраққа жауап береді. Заңды тұлға болса заңды тұлға, жеке тұлға болса жеке тұлғаны таңдап жауап беріп отырасыз цифра арқылы. Шымкент қаласы деп таңдайсыз, сосын басты мәзірде деп қайтару үшін өзінің сандарын ұсынып отырады. Сізге осы сілтемені жібереді телефонды жөндету үшін. Телефон сілтемесін басып, ішіндегі жазбаларға жауап беріп, жазып толтырасыз. Міне, келесі бетке өтеміз. Ақауларға өтінім қалдыру, тек аты жөніңізді жазасыз. Содан кейін телефон номерін жазасыз, электронный почтаны жазасыз, өтінім себебін жазасыз. Менің телефоным істемей жатыр деп, сосын сізге хабарласады.